Олжас Сейітов. Бақыт жолы. Жанашырлық танытумен қалай күресуге болады? Жанашырлық – бұл көп адам қаупі бар екенін біле бермейтін эмоция. Бір қарағанда, мейірімсіздік пен қатыгездіктен гөрі жанашырлық танытқан жақсы деп ойлайтын шығарсыз. Бірақ, осы тарауды оқығаннан кейін ойыңыз өзгереді. Көп адамның маскүнемге, нашақорға, мүгедекке айналуларына, сәтсіздікке ұшырауларына басты себеп дәл осы жанашырлық болып табылады. Жанашырлық не аяушылық өзгелердің бойында мынадай қулыққа толы ойдың болуына әкеледі. Мені аяу үшін мен әлсіз болуым керек. Кейін мұндай адамдар өз бетінше өмір сүретіндей дербес, мықты тұлға болғылары келмейді. Өйткені олар жанашыр адамның назарын жоғалтып алудан қорқады. Ойын құмарлар, альфонстар, созылмалы жұмыссыздар, ешқандай шаруамен айналысқысы келмейтіндер бәрі де жанашырлықтың нәтижесі. Біздің түпсанамыздың мынадай қулығы бар. Әлсіз, бірақ өзгенің қорғанышында болу, күшті, бірақ қорғансыз болудан гөрі қауіпсіздеу. Түпсана ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүруді таңдайды. Түсінесіз бе? Кедей болу керемет емес, бірақ қауіпсіз. Бай болу күшті, бірақ қауіптірек. Осы екі сценарийдің ішінен қауіпсіздік қызметі біріншісін таңдайды. Сондықтан адамдардың әлсіздігін қолдау арқылы оларды одан сайын әлсіз етесіз. Жұмыс істемейтін сандалбайларға немесе ауруларға аяушылық таныту арқылы сіз оларға одан бетер көп зиян келтіресіз. Және оларды қоғамға нағыз ауыртпалық етесіз. Сонда енді не істеу керек? Қатыгез болу керек пе? Деп сұрарсыз. Жоқ. Қатыгез болу дұшпандыққа жатады. Сізге жоғарырақ көтерілу керек. Шкала бойынша жоғары эмоцияларға көтерілуіңіз керек. Яғни, өте есті болуыңыз керек. Естілігі жоғары деңгейдегі адамда қарапайым адамдыкіндей жанашырлық болмайды. Егер біреудің үнемі суға бата беретінін көрсеңіз, сізде екі таңдау болады. Оны үнемі құтқарып отыру, немесе оған бір рет жүзуді үйрету. Осы орайда есті адам бір рет жүзуді үйретеді, ал ессіз адам үнемі құтқарып отырады. Дұшпан болса, мүлдем ештеңе істемейді. Көріп отырғаныңыздай, дұшпандық пен жанашырлық бұл шектен шығулықтың екеуі де зиянды болып табылады. Суға батып бара жатқан адамға жүзуді үйрету деген қарапайым кеңесті іс жүзінде жүзеге асыру өте қиын. Балаңыз үйде отырып жұмыс істегісі келмесе, оған жүзуді қалай үйретесіз? Немесе күйеуі күн сайын диванда жатып, 3 жыл жұмыссыз отырса, әйелі оған жүзуді қалай үйретпек? Я болмаса, анасы маскүнемдіктен зардап шегеді, және ішуді тастағысы келмесе, оны жүзуге қалай үйрету керек? Негізі мұның бірнеше кезеңі бар. Біріншісі аяушылықты жою. Екіншісі адамға қателесуге, тәуекелге баруға, тәжірибе жинақтауға мүмкіндік беру. Үшіншісі оның жетістіктеріне қолдау көрсету және сәтсіздіктерді бастан өткеруге көмектесу. Төртіншісі, оған сіздің қолдауыңызсыз өз бетінше өмір сүруге мүмкіндік беру. Егер барлық 4 кезеңді дұрыс орындасаңыз, сіз ерте ме кеш пе кез келген маскүнемді немесе нашақорды тәуелсіз әрі мықты тұлғаға айналдырасыз. Бірақ осы 4 кезеңдегі ең қиын қадам біріншісі. Егер сізге жанашырлықтан арылу оңай болса, айналаңызда әлсіз адамдар болмас еді.
Неліктен жанашырлықты алып тастау аса қиын? Өйткені жанашырлықтың астарында үлкен күш жатыр. Бір мысал келтірейін. Егер сіз ер адам болсаңыз, және бір әйел зорланыпты дегенді естісеңіз, сіз сол әйелге, мысалы басқа әйел сияқты жанашырлық танытпайсыз. Керісінше, егер сіз бір әйел күйеуін тастап, балаларын алып кетіпті, пәтерсіз қалдырыпты, қу екен дегенді естісеңіз, әйелге емес, еркекке көбірек жаныңыз ашиды. Ал бұл әңгімені естіген басқа әйел болса, керісінше, күйеуіне емес, әйеліне жаны ашиды. Логиканың мәні неде екенін түсінесіз бе? Санамызда болған оқиғаға ұқсас жан жарасы мен жағымсыз эмоциялары бар бейне болса ғана адамға аяушылық танытамыз. Ал егер мұндай бейне болмаса, соншалық қатты жанымыз ашымайды. Адамға өз бетінше өмір сүруге мүмкіндік береміз. Демек, жан жарасы мен бейне болмаса, біз адамды қауіп-қатерден және сәтсіздіктерден үнемі арашалап отыруға тырыспаймыз. Әрқайсымыздың өз проблемаларымыз онсыз да жеткілікті ақ. Бірақ адам басқа адамның проблемаларына араласып, оны қорғай беретін болса, былайша айтқанда, ол өзі ойластырып алған проблемадан оны құтқарғысы келіп әлек болады. Сонда өткен тәжірибесінде не болуы мүмкін? Көп нәрселер, жоғалтулар, өзін кінәлі сезінуі, қорқыныштары болуы мүмкін. Демек, түп тамыры болып табылатын оқиғаны тауып, сол жерден барлық жан азабын жою керек. Содан кейін жанашырлықтан арылғанына көз жеткізу керек. Мысал қарастырайық. Бірде бір әйел келіп, күніге түсінде ауру балаларды көретінін, бұдан өзін үнемі жаман сезінетінін айтты. Ол әлеуметтік желідегі науқас балалардың суреттерін жиі көріп, оларға соңғы ақшасын жібереді екен. Бұл оған тыныш өмір сүруіне кедергі жасайды. Өзінің сап-сау 3 баласы болса да, оның дүниедегі барлық ауру балаларға қатты жаны ашиды. Неліктен ол барлық ауру балаларға осыншалықты жанашырлықпен қарайды? Мұның астарында не жатыр? Біз бұл жағдайдың түп тамырын іздей бастадық. Айтыңызшы, өміріңізде біреудің қатты ауырған кезі болды ма? Немесе өзіңіз қатты ауырған шығарсыз? Иә, осыдан 5 жыл бұрын қыстың аязында көрші үйдегі құрбымның үйіне бардым. 2 баламды үй алдындағы аулаға тастап кеттім. Біреуі 11 жаста, екіншісі 5 жаста болатын. Құрбымның үйінде көп отырып қалыппын. Қайта оралып аулаға кірсем, кенже ұлым жылап тұр екен. Ол жалаңаш тұрды. Аяғы тонып қалғандықтан жылап тұрды. Мен қатты шошып кеттім. Далада кем дегенде 10 градус суық. Бала болса далада бір іш киімімен ғана тұр. Сосын ол пневмониямен қатты ауырып қалды. Дене қызуы төмендемей, 1 айға жуық ауруханада жатуымызға тура келді. Сол кезде баламнан айырылып қаламын ба деп қорықтым. Құрбымның үйінде тым ұзақ отырып қалғаным үшін өзімді қатты кінәладым. Біз бұл оқиғамен жұмыс жасадық. Бірақ оның науқас балаларға деген аяушылық сезімі сейілген жоқ. Сондықтан бізге бұған дейін болған оқиғаны табу керек болды. Бұрындары осыған ұқсас оқиға болған ба? Иә, бірақ бұл ағаммен болды, баламен емес. Бұл маңызды емес. Бастысы, сезінгендеріңіз бірдей болды ма? Иә, сол кезде мен оны қатты аядым. Ағамда асқазанның қатерлі ісігі, қателеспесем, бауыр циррозы да болған. Ол көз алдымызда өлгелі жатты. Оған қарау маған өте ауыр болды. Мен ол кезде 18 жаста едім. Үйге келгенде ағамның дәрменсіз жатқанын, ал мұнлы әпкемнің сауығып кетер деген үмітпен оған қарап,
қамқорлық танытып жүргенін көретінмін. Осылай арада 1 ай өтіп, ағам өмірден өтті. Біз бірінші кезекте ағасын жоғалтумен жұмыс жасадық. Ағасы қорғаушысы болып, балалық шағында көптеген сыйлықтар беріп, көп көңіл бөлген екен. Сосын, науқас ағанызды елестетіңіз, дені сау ағанызды елестетіңіз деген қарама-қарсы жағдайлар командасының көмегімен науқас ағасының бейнесін өшіріп тастадық. Бейне толықтай жойылды. Ол өзін әлде қайда жақсы сезінді. Келесі күні келгенде, ол аяушылықтың 70%-ға жоғалғанын айтты. Яғни, ол әлі де бұрынғыға қарағанда азырақ болса да, ауру балаларды аяйтынын айтты. Демек, алдында болған оқиға бар. Сізде осындай аяушылық пен үмітсіздік сезімін тудырған біреудің қатты ауырған кезін еске түсіріңізші. Білесіз бе? Бұл туралы мүлдем ұмытып кеткен екенмін. Мен 11 жасымда жиенім эпилепсиядан қайтыс болған. Ол ауру болып туылды. Оны бәрі аяды. Балаға қатты жаным ашитын. Ол сондай тәп-тәтті еді. Бірақ ұстамасы басталған кезде үрейіміз ұшатын. Біз дәрігерлердің барлығына, емшілерге де, қаладағы тәжірибелі дәрігерлерге де бардық. Ол 2 жасқа жетпей өліп кетті. Әрине, бұл оқиғада жан жарасы өте көп болды. Әйел сол кезде баланы қалай қолында ұстап тұрып, эпилепсия ұстамасы кезінде көмектесе алмағанын жылап айтып берді. Ауру жиеніңізді елестетіңіз. Дені сау жиеніңізді елестетіңіз деген команданы қолдандық. Біраз уақыттан кейін бейнелері мүлдем жоғалып кетті. Ол аяушылық сезінбейтін болды. Осы кезде әйелдің дене қалпы түзеліп, бет-жүзі нұрланып, көздері жайнай бастады. Білесіз бе, жан дүниемде тыныштық орнады. Сол оқиғаны қабылдаудың өзі қиын еді. Өмір бойы сол бейнелермен өмір сүріппін. Мен сол ауыр кінә сезімі мен жауапкершілік жүгін сезінумен болдым. Тіпті өзіме бақытты болуға жол бермедім. Жиенімнің аянышты түрі көз алдымда болғандықтан, толық мөлшерде қуана алмадым. Ал енді бірінші рет жеңілдікті сезініп тұрмын. Өйткені балаларым аман сау. Қазір менде ауру адам жоқ. Неге мен басқа адамдардың дертіне назар аудара бергем? Әркімнің өз өмір жолы бар ғой. Әйел шынымен де азапты жанашырлықтан құтылды. Келесі күні ол әлеуметтік желіге кіріп, дәрменсіз балаларды іздегісі келмейтінін айтты. Тіпті ауру балалар туралы басылымдарды көрсе де, оларға тез арада көмек керек деген ойы болмаған. Ол балаларына мүлдем басқаша қарай бастағанын айтты. Олардан әлсізді және ауруды көруді қойды. Ал бұдан балалары өз-өздерін алып жүре алатындай сенімді бола бастаған. Көптеген ерлі-зайыптылардың мысалы, сәтсіздікке ұшыраған күйеуіне шыдауының, немесе 30 жастағы нашақор ұлына қолдау көрсетуінің, я болмаса, пайдасы жоқ қызметшілерді жұмыста ұстауының басты себебі осы аяушылық. Бірде маған кәсіпкер әйел келіп, дүкендегі табысын көбейте алмайтынын айтты. Қандай жамандық болуы мүмкін әдісін қолдана отырып, біз, егер көп табыс тапсам, күйеуімнің ақша табуға деген ықыласы жоғалады деген ақымақ ұстанымды таптық. Әрі қарай нағыз себебін анықтадық. Күйеуі үйленгеннен бері ақша таппайды екен. Әйелі болса оған қамқорлық көрсете берген. Оған деген жылы сезімдері болғандықтан көмектескісі келгені анық. Бірақ көріп отырғаныңыздай, бұдан күйеуі мықты болып кетпеді. Керісінше, көп талап қоя бастады. Әйелін барлық сәтсіздіктері үшін кінәлап, одан бизнестегі үлесті талап еткен. Әйел болса, күйеуінің осыншама ерсі қылықтарына неліктен төзгенін түсінбеді. Кез келген тәжірибелі пейнхантер бұл жерде аяушылықтың иісі шығып тұрғанын сезеді.
Сондықтан мен оған сұрақ қойдым. Егер ажырассаңыз, қандай жамандық болады? Ой, онда мен бақытты боламын. Менде бір тамшыда өкініш болмайды. Басқа лайықты күйеу табатыныма сенімдімін. Табысым да өсетініне сенімдімін. Сондықтан бұл тек жақсылыққа бастайды. Жақсы, өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Кеудемде бір түйін тұрғандай, ауырлық сезініп тұрмын. Неден? Неге екенін білмеймін. Күйеуімді елестетудемін. Тастап кетсем, оған обал болады. Жарайды, оны қандай етіп көресіз? Оны аяп жатқаныңыздың бейнесін сипаттаңызшы. Ол үй-күйсіз, ешкімге керек емес. Бірақ тұратын жері бар ғой. Ол ата-анасымен бірге тұра алады. Бірақ сонда да оның аянышты түрін көремін. Оны тастап кету менің тарапымнан адамгершілікке жатпас. Түсіндім. Осы аяушылықтың түп тамырын табайық. Өміріңізде сіз не басқа біреу үй-күйсіз және ешкімге керек емес болған кезді еске түсіріңіз. Сонда әйел жылай бастады. Әрі қарай сөйлей алмады. Ол 12 жасында анасынан айырылған екен. Ол анасыз қалған. Оның үстіне үй ипотекада болғандықтан, олардың пәтерін банк алып қойған. Ал әкесі осы оқиғаларға дейін қайтыс болып кеткен. Сөйтіп кішкентай қызды жеткілікті көңіл бөлмей нағашы апасы өсірген. Қыз жиі көшеде жүретін болған. Өзін ешкімге керек емес, жалғыз сезінген. Көптеген жан азабын бастан өткерген. Біз анасының айырылуымен жұмыс жасап, тастандылық сезімін жойып, күйеуіне қайта оралдық. Енді күйеуіңізбен ажырасып кеткеніңізді елестетіп көріңізші. Ой, қазір жақсы елестетудемін. Ол өзіне пәтер тапқан, жұмысы бар, өзіне бір жақсы әйел тапқан. Біз достар сияқты араласамыз, ал менде оған деген мүлдем аяушылық жоқ. Көріп отырғаныңыздай, аяушылықтың астарындағы жан азабы әр түрлі болуы мүмкін. Бұл өз сәтсіздігінен не жақын адамның сәтсіздігінен туындаған жан азабы болуы мүмкін. Бірақ кейде аяушылықтың астарында ешқандай да жан жарасы жоқ жағдайларда болып жатады. Мұндай жағдайда не істеу керек? Сиқырлы, қарама-қарсы жағдайлар командасын қолдану керек. Сіз жанашырлық танытып, екеуіңіздің де сәтсіздікке ұшырағандарыңызды елестетіңіз. Жанашырлық танытпағаныңызды, екеуіңіздің де жетістікке жеткендеріңізді елестетіңіз. Бұл команданың мәні неде? Назарыңызды екеуіңіздің де жетістіктеріңізге аударуда. Адамға жанашырлық танытқанда, сіз сол әлсіз адаммен бірге азап шегесіз. Өйткені оны аяйсыз. Әлсіз адам да аяушылықтың торына түскендіктен азап шегеді. Ал жоғарыдағы команда сіздерді осы ортақ тұзақтан шығарады. Сонда өз бақытыңызды да, жақын адамыңыздың бақытын да көре бастайсыз. Міне, осы бір қарапайым команданы қолдансаңыз болғаны. Егер сізде балаларыңызға, күйеуіңізге, не ата-анаңызға деген шектен тыс бауыр басушылық болса, олардың әрбіріне қатысты осы команданы қолданыңыз. Сонда ғажайыпты өз көзіңізбен көресіз. Бірнеше күннен кейін сіз бұл адамдардың тәуелсіз, жауапты және бақытты бола түскенін байқайсыз. Осы командадан кейін балалар жиі ауырмайтын болады. Денсаулықтары тез қалпына келеді. Сізге тым көп сенім артуларын және назарыңызды талап етуді қояды. Ата-анаңыз да өз-өздеріне сенімді бола бастайды. Және сізге мезі болмай, аяушылық шақыруды тоқтатады. Кейбір жаңадан келгендер, жанашырлықпен жұмыс жасайтынымызды білгенде, әдетте қорқып жатады. Бір жақты қатыгез және мейірімсіз етіп,
неке мен қарым-қатынасты бұзды деп ойлай бастайды. Бірақ бұл олай емес. Практикада көбінесе керісінше болып жатады. Неке нығайып, қарым-қатынастар жақсарады. Мысалы, бір әйел келіп күйеуінің маскүнем екенін, үйге ақша әкелмейтінін, өзін, тіпті балаларын да ұрып соғатынын айтып шағымданады. Кейін әйелдің күйеуін аяйтыны белгілі болды. Сондықтан оны тастап кете алмай, барлық қылықтарын үнемі кешіре берген. Біз бұл жанашырлықты жоямыз. Сонда әйел күйеуіне не өзгересің, не ажырасамыз деген ультиматумды қатаң түрде ұсынады. Ер адам әйелінің берік шешім қабылдағанын түсініп, оның бойындағы Тереза ананың өшірілгеніне көз жеткізеді. Тексеру үшін бірнеше рет манипуляция жасайды. Бірақ мәселесімен жақсы жұмыс жасалғандықтан, әйел өз дегенінде нық тұра береді. Нәтижесінде 80% ер адам кейін өзгере бастайды. Естілігі артып, жаман әдеттерден бас тартады. Олардың шамамен 30-40% пейнхантинг сеансына барып, бала кезіндегі жан жараларынан арылады. Ал қалған 20% ер адамдар өздерінің деградацияға ұшырау жолдарын таңдайды. Нәтижесінде бұл сәтті ажырасуға әкеледі. Бұдан әйел өмірінде өте күшті көтеріледі. Балалары ауырмайтын болады. Әрі стрессте өмір сүрмейді. Ал күйеуі болса, төмен құлауын жалғастырады. Бірақ мұндай жағдайда ерте ме кеш пе, бұл ер адамдар көз жасымен кешірім сұрап келеді. Қателіктерін түсінеді және өзгеруге тағы бір мүмкіндік беруді сұрайды. Содан кейін әйелі өзі шешеді. Егер махаббат сақталса, неке қалпына келтіріледі. Егер жоқ болса, онда осымен нүкте қойылады. Көріп отырғаныңыздай, жанашырлықпен жұмыс жасау отбасылардың бір жола ойран болуына әкелмейді. Керісінше, жүздеген ерлі зайыптылар пейнхантинг отбасыларына бақыт пен игілік әкелгенін айтып алғыстарын білдірген. Ұят пен апатияға қарағанда, аяушылық сезімімен жұмыс жасау жеңілірек. Эйфорияшының жанашырлығымен жұмыс жасағанда сіз қанағат сезіміне ие боласыз. Өйткені ол өте жақсы көтеріліп, сенімді және күшті тұлғаға айналады. Эйфорияшы өмірдегі әлде қайда маңызды мәселелерді жауапкершілікпен қолға ала бастайды. Өйткені ол бақытсыз туыстарына алаңдай беруін тоқтатады.